Қайырлы күн, құрметті оқушылар. 10 сыныпқа арналған термодинамикаға кіріспе бөлімі бойынша жиынтық бағалауды бастаймыз. Бірінші сұраққа назар аударыңыздар. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, төменде берілген сөйлемді толықтырыңыз дейді. Тұрақты қысымда жылуға айналдыруға болатын энергия деп біз энтальпияны атаймыз. Демек, бос орында энтальпия деген сөзді қойып кетесіздер. Келесі сөйлемде химияда көбінесе тұрақты қысымда P тең константасы жүйенің энтальпиясының немесе процестің жылулығы деп аталады. Осы орындарға қойылған сөздерді сары бояумен бояп кеттік. Жақсы, келесі сұрақ. Энтальпияның формуласын және өлшем бірлігін жазыңыз. Формуласы дельта H тең U қосылған PV. Бұл бізде формуласы болады, ал оның өлшем бірлігі килоджоуль бөлінген на моль. Келесі, Гесс заңның 3 маңызды салдарына байланысты тұжырымдарды сәйкестендіріңіз. Сіздерге берілген формула және оған сай тұжырымды мәні. Алғашқы реакцияның термохимиялық теңдеуін қосуға, азайтуға, көбейтуге және бөлуге болады. Реакция қайтымды болмаса да теңдеуді оңнан солға қарай жазуға болады. Демек, бұл бізде оңнан солға қарай жазуға болады десе, ол үшінші формулаға сай келіп тұр. Ал реакцияның энтальпиясы өнім мен реагенттердің түзілу энтальпияларының айырмасына тең. Өнім мен реагенттің, демек, бұл екінші. Реакцияның энтальпиясы реагенттер мен өнімнің жану энтальпияларының айырмасына тең. Демек, бұл бізде үшінші сұраққа тең болады екен. Кестедегі ақпаратты қараңыз. Сіздерге берілген ақпарат ацетиленнің жану реакциясы. Бұл жерде энтальпияның өзгерісін бәрін есептеу керек. Жақсы. Гесс заңы бойынша формулаға сәйкестендіріп қойып шығамыз. Міне. Барлығын қойып шықтық. Алдында коэффициенттерді міндетті түрде көбейтіп кетесіздер. Сонда бізде мәні минус 1299 бөлінген 9 килоджоуль болады екен. Еш қиындығы жоқ. Тек қана формулаға салып, дұрыс есептеп шықсаңыздар болғаны. Келесі сұрақ, төменде кестеде берілген тұжырымдардың шын немесе жалған екенін көрсетіңіз. Егер тұжырым дұрыс болса, онда плюсты жазып кетеміз. Егер дұрыс емес болса, онда минусты жазып кетеді екенбіз. Біріншісі, гипс энергиясының өзгерісі процестің өздігінен жүру-жүрмеу мүмкіндігін анықтайды. Бұл бізде шын. Өздігінен жүретін процестер үшін гипс энергиясының мәні теріс болады. Бұл да бізде шын болады. Демек, екеуінде де плюс. Дельта H жүйедегі сандарды энтропияның өзгерісі дейді. Жоқ. Жалған. Дельта S жүйедегі стандартты энтропияның өзгерісі. Бұл да жалған. Дельта G жүйедегі бос энергияның стандарты гипс өзгерісі. Бұл шындық. Егер жүйе мен қоршаған ортадағы жалпы энтропия өзгерісі оң болса, химиялық және физикалық процестер спонтанды жүреді. Бұл бізде жалған. Келесі сұрақ, энтальпия мен энтропия өзгерісі мен реакцияның жүру жағдайына байланысты тұжырымдарды сәйкестендіріңіз. Реакция кез келген температурада спонтанды бола бермейді. Реакция спонтанды болады. Демек, мен сіздерге алдын ала жазып қойдым. Бұл бізде ға сай келеді.
Реакция кез келген температурада спонтанды, кері реакция спонтанды емес. Так, бұл бізде бұға сай келеді. Қарама қарсы тұрған. Реакция төмен температурада спонтанды болады. Төмен температура. Жоғары температурада кері реакция спонтанды болуы мүмкін. Бұл бізде аға сай келіп тұр. Және реакция жоғары температурада спонтанды болуы мүмкін. Төмен температурада кері реакция спонтанды түрде өтеді. Мгм. Жақсы, балалар, осымен біздің екінші тоқсанымыздың бірінші божбыстың жауаптарын талдап өттік. Қандай да бір сұрақтарыңыз қалған болса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы Назерке Әлбекқызы әдеттегідей божбның талдауымен бірге. Қош, сау болыңыздар.